бір айтқан мәселесі айтып та келе жатыр, ол жаңағы еңбек ете білу мәселесі. Осы еңбек ете білу мәселесі жаңа жолдауында айтылды елбасының, жаңағы әрбір отбасының өзінің дәстүрлі отбасылық бизнестері болу мәселесі. Бұл да біздің жаңағы мәңгілік ел болудың бір алтын арқауына масылдық синдромынан ажырауымыз. Солай болу керек қой деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің жатсақ та тұрсақ та ойлайтын мәселеміз, еңбек ететін мәселеміз, баршамыздың жаңа бірлесіп қызмет ететін мәселеміз ол мәңгілік ел болу мәселесі. Мәңгілік ел болу деген ол өзіміздің тәуелсіздігіміз сақтау, елдің бірлігін сақтау. Қазақстан өзінің 22 жылдық тәуелсіздік жылдарында осы әлемге таныса, ол ең бірінші елбасымыздың осы жүргізіп отырған саясатының арқасы, екінші осы елдің бірлігінің арқасында біз осындай биік белестерге көтерілдік. Біз соны ұмытпауымыз керек. Жақсы. Осы тұста жолдадан бір үзінді көріп алайық, тамашалайық, назарымызды экранға бұрайық. Надо обратить особое внимание наши педагогические институты, выбрать их несколько и сделать образцовые педагогические университеты, которые готовят необходимые кадры для сегодняшнего дня, для будущего. Енді еңбек ете білу синдромы, еңбек ете білу жағдайын біздің келесі кейіпкерімізбен жалғасақ дұрыс болар. Олай болса ортамызға Ақмола облысы Егіндікөл ауданы шаруа қожалығының басшысы Әбілқайыр Ошақбаев мырзаны қошеметпен ортамызға қосып алайық. Қош келдіңіз, Әбілқайыр мырза, жайғасыңыз. Енді қарапайым шаруа азамат үшін, шаруа қожалығының басшысы үшін осы биылғы жолдауда ауыл шаруашылығына байланысты, жеке азаматтарға байланысты бірнеше мәселе айтылды. Сіз не түйдіңіз? Енді жылда елбасының жолдауына қарағанда биылғы ерекшелік өткені мынау аграрлық секторда инновациялық жағдай қозғалды. Соның енді ең басты мәселе агро сектордың кластерлендіру. Онан кейінгі ең басты мәселені аударған осы бұрынғы ескі жайылымдарға су мәселесі шешу, ескі құдықтарды игеру, сол жағдайларды айтылып өтті. Сонан кейінгі жаңағы қаражаттардың бөлінген бәрі келешекте ауыл шаруашылықтарға жеткізу, және тағы табиғи мәселелерге байланысты біздер мысалы жылда табиғидың жақсылығына байланысты егіндің мол шығуына, шөптің мол шығуына оған қарамай, біз оны әрі қарай да тағы да инновацияландырып, жаңа технологиямен тағы да соған егіннің шығуына тоқталмай, жаңа технологияны енгізуге соған жолдады. Онан кейінгі мәселе мынау шағын орта бизнестің 50%-ға шейін көтерілу мәселесін қозғағаны бізде өте қуандырады. Егер де жаңағы осы елбасының жолдауы бүкіл бәрі осы бағдарламада орындалып жатса, онда аграрлық сектордың және ауылдың көркені бәрі ойдағыдай болады. Енді өзіңіз 20 мың гектарға жуық жерге егін егетін азамат ретінде айтыңызшы. Мысалы, осы жолдауда суды көп талап ететін өндіріс, жаңағы ауыл шаруашылығының өнімдерін азайтып, басқа салаға қарай бұрылу деген сияқты дүние көтерілді. Сіздің енді бағытталуыңыз, мүмкіндіктеріңіз осы жағдайдағы бір талдамаларыңыз қандай? Енді су көп мәселе біздің енді облыстың жаңағы 20 мың гектар жерде ол суландыру деген мәселе ол оңай нәрсе емес. Ал біздерде енді бұл табиғи жағдайға байланысты. Бірақ жаңағы егіннің жаңағы өсімдіктердің мысалы тұқымдардың тек қана бидай емес, диверсификация дейді, көп пайдалы жағын май шығаратын лен деген сияқты жаңағы қазіргі уақытта негізі тиімді пайдалы жаңағы тұқымдар егіп сонда егіспен айналысу деген ол дұрыс мәселе. Жақсы, бәрекелді. Енді осы жерде Егіндікөл ауданының әкімі отыр, Азамат мырза. Өзіңіз түп нұсқасында жолдауда тәуелсіздік сарайында тыңдай алдыңыз ғой, Енді мына айтылған мәселеге байланысты айтайық. Ауыл шаруашылығымен байланысты қарапайым шаруалар, ауылдағы еңбеккерлер қандай бір дүниелерді күте алады? Осы жолдаудан кейін қандай мүмкіндіктердің жол ашылды? Бүгін айтып кеткенде шағын және орта бизнесті дамыту деп жатыр 50%-ке дейін деп. Біз енді осы ауданымыздың артықшылығы мен ерекшеліктерін, кемшіліктерін барлығын ескере отырып, осы даму бағыттарын, басымдықтарын айқындадық. Ол біріншіден ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу, екіншіден мал шаруашылығы, үшіншіден құрылыс саласын өндіретін өндіріс орындарын ашу, төртіншіден және шағын және орта бизнес дамыту. Ол үшін барлық мемлекеттік бағдарламалар қазіргі кезде бар. Сол жұмысты біз қандай деңгейде жүргізіп жатырмыз, соған тоқталып кеткім келеді. Өйткені халық көп жерде байқағандай, біз сол барлық мемлекеттік бағдарламаларды түсіну үшін жұмыс тобын құрып, бүкіл ауылдық жерлердегі
жаңағы мемлекеттік қызметшілерді сол насихаттауға жібердік. Қазіргі кезде халықтың белсенділігінің артқанын көреміз. Сондықтан осы жолдаудан кейін одан әрі халық өзінің шағын және орта бизнесті ашуға деген құлшынысы одан әрі артады деген сенімдемін. Енді әртүрлі әлеуметтік төлемдердің пайызының жаңағы көлемінің артатындығын білеміз, 2014 жылы, 2015 жылы. Сол секілді енді мемлекеттік қызметкерлердің жалақысының өсу жағдайы күтіліп отыр қазір. Бұдан бөлек енді мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру және мына А корпусы, Б корпусы жөнінде де сөз болды. Сапасына байланысты, қызмет көрсету деңгейіне байланысты. Осы тарапта сіз өзіңізге қандай жауапкершілік алып жатсыз қазір осы жолдаудан кейін? Осы жолдаудан кейін жаңа біз осы А корпусы және Б корпусындағы мемлекеттік қызметшілер 2013 жылы емтиханнан өттік, және ауылдық округтің әкімдері сайлаудан өтті. Ол сайлаудан өткеннен кейін жаңа жауапкершілігі арттырылды. Және де біз байқап отырғанымыз, осы ауылдық жерлердегі әкімдер өздерінің жергілікті жердегі мәселелерін шешуге жаңа мүмкіндіктер алды. 67 жаңа функция алды. Сонымен қатар халықтың бақылауы күшейтілді. Соған байланысты біз қазіргі кезде жаңа принциптердің негізінде жұмыс істеп жатырмыз деп айтуға. Жақсы, рахмет. Ерлан мырза, енді жаңағы сауал өзіңізге. Түпнұсқасында тәуелсіз сарайында тыңдай алдыңыз ғой жолдауды. Бұл жолдауда қоршаған ортаны қорғау, ауыл шаруашылығы жөнінде сіздердің қызметтеріңізге тікелей байланысты біршама мәселелер көтерілген еді. Осылардың енді басым негізгі бағыттарын өзіңіздің аузыңыздан естейік. Шын мәнінде өткен жылғы жолдауын алсақ, сол жолдауында глобалдық 10 сын қатерлер анықталды. Соның екеуі, біреуі азық-түлік, болашақтағы азық-түлік жүзінде проблемасы, екіншісі су проблемасы. Әрине бүгін елбасы айтты, ауыл шаруашылық өнімі болашақта, ауыл шаруашылықтың дамуы болашақта бір салалардың басты бір үлкен бір тіршілік болу керек деп. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда су бүгінгі тапшы емес, бірақ біз су аз мемлекеттерге жатамыз. Бірақ болашақта біз осы мемлекеттік бағдарламаны жасағанда біз біраз анализ жүргіздік. Сонда 40 жылға бізде су тапшы болады. Соған байланысты бүгін ең басты мақсат 40 жылға дейін қолдағы бар мүмкіншілік пайдаланып, біріншіден бізде 40% су, 44% су, ол мынау трансшекаралық өзендерден келетін су. Ол Қытай, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан. 40 жылдың қамын қазір ойлауымыз керек болып тұр. Қазір ойлау керек. Сол себептен бүгінгі ауыл шаруашылық саласындағы қойылған мақсат суармалы жерді көбейту. Ол не деген сөз? Бүгінгі 1.300.000 гектар жерді 40 жылға 2.100.000 гектарға жеткізу. Алдымызда үлкен қыруар шаруа бар. Соны міне бүгін президентіміз тағы бір бізге жол сілтеп берді. Бәріміз жұмыла соны іске асыруға әрекет жасаймыз. Жақсы, рахмет. Нұрлан мырза, енді тағы бір басым бағыт жолдаудағы бұл кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің дамуы. Және тағы бір дүние, көптеген кәсіпкерлердің бір субсидия немесе басқа да көмек алуы, делдалдар арқылы емес, тікелей баруы. Осы бағытта аймақтарда, өңірлерде қандай жұмыстар атқарылуы мүмкін? Мысалы, жеке кәсіпкер өзінің ісін ашуында. Мысалға ретінде біздің облыста айтар болсақ, көптеген жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша, бизнестің жол картасын дамыту 2020 бағдарламасы бойынша кәсіпкерлердің саны өсіп отыр, және кәсіпкерлермен айналысуға ынта білдіріп отырған азаматтар көп. Және де облыстық бюджетке түсімдер де көбейіп келе жатыр. Және әрине бұл жерде әр облыстың өзінің даму ерекшелігін тағы да ескеру керек. Кейбір облыстар өнеркәсібі басымдырақтар, біздің Батыс Қазақстанға келер болсақ, бұл ауыл шаруашылығы басымдау облыстардың бірі. Сондықтан біз қазіргі кезде облыстың даму стратегиясын қарағанда болашақта басымдылықты ауыл шаруашылығын дамытуға, соның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерін дамытып, қосымша құны жоғары өнімдерді сыртқа шығаруға, біздің өзіміздің облыстың орналасу ерекшеліктерін, тиімді орналасуын пайдалана отырып, Ресейге шығаруға, бүгін жолдауда айтылған етті экспорттау жөніндегі мәселелерді шешуге бар мүмкіншілігіміз бар. Ол біздің кең байтақ жеріміз. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық министрлігі мен үкіметтің қолдауымен жүргізіп жатқан өңдеу өнеркәсіптер ішінде марқа етін өңдеп, бордақылау, ірі қараны бордақылау, жылқыны дамыту мәселелері. Осы мәселелердің барлығы бүгін жолдауда айтылған, жаңа Ерлан мырза айтып өткен
осы жерде әріптестер айтып өткен құдықтарды қайтадан жөнге келтіру, шабындықтарды жөнге, азық-түлік, мал азығын дайындау мәселелерін барлығын жүйелі түрде шешкенде кәсіпкерлікті де, соның ішінде ауыл шаруашылық кәсіпкерлігін дамытуға үлкен мүмкіншілік болады. Батыс Қазақстанда мысалы қазір тұрғындардың 50% ауылдық жерде тұрады, ауылдық елді мекенде. Яғни ауыл шаруашылығына тартылған негізгі еңбек күші. Әрине. Және де үкімет тарапынан беріліп жатырған субсидиялар болсын, басқа көмектер өзінің жемісін беріп келе жатырған сөзсіз. Енді негізгі құбылыс урбанизацияның 70-75%-ға дейін қалаға қарай болу жүруі болады, бірақ ауылдағы азаматтарды ұмытпауымыз керек, еңбекпен қамтылуы және инфрақұрылым мәселесін дейсіз ғой. Енді мына бір сауалды да қоя кетейікші. Осы бүгін көтерілген, бүгін міндет етіп қойылған жолдаудағы мақсаттар ауылға, аймаққа, өңірдің басшыларына, негізгі орындаушыларға қанша уақыттан кейін жетеді? Мысалы, сіздің өзіңіздің жеке мысалыңызды айтайық. Енді қазіргі ақпараттық жүйенің дамыған ескере отырып, қазір алып отыр оны. Бұл тапсырмаларды. Және бұл тапсырмаларды елбасымыз бұрындарда қойып келе жатырған, қазір нақтылап берді. Қандай істермен қысқа мерзімде айналысу керек, осы жақында 1-2 жылдықта және 10 жылдықта және 2050-ге дейін не жасау керек, меженің барлығы бар. Сондықтан бұл жолдау қазір жетіп отыр, талқылап отыр, ұжымдарда талқыланады, халықтың пікірі белгілі. Бұл енді жолдауда көтерілген басты мәселе еліміздің дамып, халықаралық аренада өзінің лайықты орнын ұстап қалу және соны тереңдетіп, нығыздап белгілеп қою. Жақсы, бәрекелді. Қуаныш мырза, енді 2050 жылға қарай Қазақстан ең қолайлы орта болуы тиіс, өмір сүруге. Онда бұл тарапта, мысалы, біздің тіліміз, діліміз, дініміз, руханиятымыз да өте маңызды орынға ие. Және әр жолдауында елбасымыз ұмытпайды осы руханият саласының дамуы. Осы жолдаудағы ерекшелік, осы жолдаудағы, мысалы, бірлікке шақыруымыз қандай мәтіндерден көрінеді? Біздің халқымыздың ежелгі дәстүрі ырыстың басы ынтымақ дейді. Ынтымақ болмаған жерде ешқандай тіршілік жасау қиын. Сондықтан да бұл өзі тәуелсіздік алған күннен бастап Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанып келе жатқан ең стратегиясының басты бағыты. Елдің бірлігін қамтамасыз етіп, елдің ынтымақтығын, осы біздің мемлекетімізде қанша ұлт, қанша этникалық топ бар, барлығының мақсат мүддесі бір болып, барлығы мынандай осындай стратегиялық айқындап берілген тапсырмалар, не болмаса белгіленген межелер, солардың бәріне жұмылса, бір кісідей жұмылса, алынбайтын қамал жоқ деген ойдан туады. Жаңа бүгін елбасы өзінің баяндамасында бірнеше рет басып айтты. Осыдан бұрынғы сөздерінде де бірнеше рет айтқан. Мәселен, мәңгілік ел болудан артық қандай ұлттық идея болу қажет деп. Міне, сол ұлттық идея жасау үшін біз не істеуіміз қажет? Оның барлығын тізбектеп жаңа осында да пікір алысып отырған азаматтар, әріптестеріміз айтып жатыр. Сондықтан алдағы уақытта да біз өзіміздің қазақстандық жолды көрсетуіміз керек. Қазақстандық моделімізді көрсетуіміз керек. Халықаралық дәрежеде мына ол демократия деген ұғымның өзі де, оның қазір біз осы 22 жылда көзіміз жетті талай дүниеге. Ол тек бейберекетсіздік емес, не болса соны сөйлей беру емес, сөз бостандығы дегеннің өзі алдымен санаға байланысты, мәдениетке байланысты, құқықтық мәдениетке байланысты. Құқық жұмыс жасау керек, заң жұмыс жасау керек, заңды орындауды үйренуіміз керек, заңмен өмір сүруді үйренуіміз керек. Сонда елдің әлеуеті де, мәдениеті де көтеріледі. Яғни осы бүгінгі айтылған, жаңағы елбасының айтқан шараларының барлығы неге байланысты? Оны жасайтын халық, біздің халықтың санасының көтерілуі. Сана болмаса, еш нәрсені де біз жасай алмаймыз. Сондықтан осындай бұл бір-бірімен астасып жатқан, экономикамыз жаңағы идеямен, ұлттың санасымен астасып, бірлесіп жатқан алып дүние. Жақсы, бәрекелді. Енді сананың артуы және біздің азаматтарымыздың еңбек етуге дейтін талпынысы дейтін сияқты мәселелер маңызды. Және енді Камал мырза, жаңа айтып қалдық қой, осы мәңгілік ел атану үшін Қазақстан 2050 стратегиясында көтерілген мәселелерді жүзеге асыру үшін біздің азаматтарымыздың бірлігі қажет. Және осы тарапта енді заң шығарушы органға жүктелетін қандай бір міндеттерді өзіңіз түртіп алдыңыз, өзіңіз назарға алдыңыз? Енді бүгін елбасы мынау былтырғы Қазақстан 2050 стратегиясын
нақты 7-5 жылдыққа бөліп отыр. Сонымен қатар тағы 2030-ға дейін 3-5 жылдықтың ішінде қандай мәселелерді шешеміз, ол мақсаттың нағыздап берді. Сонымен қатар 2030 пен 2050-дің арасында қандай проблемаларды шешуіміз керек, қандай деңгейге жетуіміз керек, қай салада қандай жетістіктерге жетуіміз керек, оның барлығын бүгін баяндап берді. Сонымен қатар осы биыл 14 жыл өкімет не істеу керек, парламент не істеу керек, партия не істеу керек, қоғам не істеу керек, министрлік не істеу керек, жергілікті органдар қандай жұмыс атқару керек, оның барлығын биылғы жылдың да жоспарлап берді. Ал енді парламенттің әрине осы іс-қимылдың барлығын заңдастыру, білім саласы болсын, экономика сала болсын, ауыл шаруашылық болсын, қаржы система болсын, шағын және орта бизнесті қолдау керек деп үлкен мәселе қойып отыр азаматтар, осы жерде айтып отыр. Оны қалай қаржыландыру керек, оның барлығы парламент арқылы өтетін заңдар, соның барлығы парламентке кәдімгі жүктелген міндеттің барлығын ел болып, әріптестеріміз болып орындаймыз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Тахир мырза. Осы әңгімеге бір қосатын үлкен нәрсе, елбасы бүгін жолдауында әр уақытта айтып жүргендей, жастарға арнайы тағы да өзінің пікірін айтып, өзінің ойын айтты. Сондағы негізгі ойдың біреуі, негізгі ой, бұл бағдарлама Қазақстан 2050 және мынау мәңгілік ел деген идея, ол біздің жастар үшін. Жастар ертең 2050 жыл өмір сүретін, сол елді басқаратын да сол кездегі жастар, сондықтан бұның бәрі біздің жастарымызды дамуына және жастардың өсуіне және оларды патриоттық тәрбиелеуге осы негізгі идея болсын деп айтып кетті. Соған қосымша тағы бір айтатын нәрсе, мынау мәңгілік ел деген идеяны біз кішкене терең түсінуіміз қажет. Енді тарихта белгілі, әлемде талай елдер пайда болып, талай елдер тарихтан кетіп қалып жатыр. Мысалы, соңғы осы өткен ғасырдың өзін қарасақ, Кеңестер одағы Югославия деген әлемге әйгілі болып тұрған елдер жоқ болып кетті. Біз жаңа ғана ел болып тәуелсіздігімізді алып жатырмыз. Сол себепті мәңгілік ел дегенді біз осы әлемдегі өзіміздің орнымызды алып, ертең өзінің саясаты, өзінің бәсекеге қабілеттілігі және алдағы стратегиялық мақсаттарын орындайтын ел болу керек деп түсінуіміз керек. Осыны біздің жастарымыз түсінсе, өте дұрыс болар еді деп ойлаймын. Бәрекелді. Бүгінгі жолдауда көтерілген мәселелерді талқылайтын бағдарламамыздың соңғы бөлігіне келіп жеттік. Енді бір ауыз қорытынды жасақ. Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі ол жеке азаматтардың бәсекеге қабілеттілігімен де өлшенеді. Осы тараптан жеке азаматтың қандай қадамдар жасауы тиіс дейтін сауалға жауап беруді бастасақ, өзіңізден. Тәуелсіздіктің арқасында, елбасының саясатының арқасында осы көп жақсылыққа халқымыз, еліміз жетіп отыр. Мәңгілік ел идеясы, оған да жас ұрпақтар жетеді деп сенім мол. Бірақ та бұл жерде отбасы, мектеп, қоғам барлығы бірігіп, үлкен тәрбие жолында жұмыс жасау керек. Рахмет, Тахир мырза. Қорытындыда не айтып отырсыз? Елбасы бүгін сөзінде айтып кетті, шындығында бұл мәселені, бұл бағдарламаны іске асыру үшін барлығымыз жұмыс істеуіміз қажет, барлығымыз өзіміздің үлесімізді қосуға қажет деп. Соған мен бір Американың ұлы саясаткері Кеннедидің бір сөзін айтқым келіп отыр. Біздің барлық халыққа да арнауға болады оны. Қазақстан маған не жасады деп ойламаңыздар, осы Қазақстанның дамуы үшін мен не жасадым деп ойлап, өз үлесіңізді қосыңыздар деп айтқым келеді. Осы біздің Азамат мырза. Енді әкімдер, аудан басшылары қандай дүниені атқарады осы 2014-тің, 2015-тің беделінде? Қазақта жақсы сөз бар, үдеудің сыры бірлікте, жүдеудің сыры алауыздықта деп. Осы бүгін жалпы Қазақстан 2050 стратегиясынан алатын түйінді сөз, ол елбасы жастарға сенетінін айтып жатыр. Сондықтан да бізде жастар ол жалпы жауапкершілікті түсіне отырып, алдағы уақытта бүкіл бағдарлама, бүкіл халықты бірге бірлестіре отырып, сол мақсаттарға жету жолында қажырлы жаңа қарқынмен жұмыс істейтін боламыз деп айтқым келеді. Еліміздің тағдыры өзінің тағдырымен ұштасып жатырған әр қазақстандық түсіне отырып, өзінің білімін, біліктілігін жетілдіре отырып, еліміздің дамуына қолынан келгенше қызмет атқару керек. Бұл не деген? Әр жерде өзінің жұмыс орнында жүрген жерінде елім деп қызмет атқару. Және осы жерде бұл стратегия 2050 мәңгілік ел жастарға арналған дейді. Сондықтан Әбділда Тәжібаевтың бүгін өрен жалаң аяқ шоқ басып, ертең өртке лақтырса да күймеуге дегендей өз-өзін жетілдіріп, білім, жақсылықты, ізгілікті бойына сіңіріп, бәсекелестік қабілетін арттыру керек. Бәрекелді, рахмет.
Мемлекетіміздің әр азаматы ерінбей, қаймықпай еңбектенсін. Бәріміз, әр адам, жеке адам да бәріміз өзіміздің болашағымызға жауапты екенімізді сезіне білейік. Және қайсы бір жобаны қолға алсақ та, қоршаған ортаны қорғауды ұмытпайық дейсіз ғой, енді өзіңіздің салынған. Рахмет. Әр адам, әр азамат енжарлықтан, жалқаулықтан, әрбір мемлекеттік қызметкер бюрократтықтан арылу керек, тазару керек. Сонда ғана жұмыс жүреді, кедергілер жойылады, және біз белгілі бір дәрежеде жетістіктерге жетеміз. Көп-көп рахмет. Бүгінгі мемлекеттің басты құжаттарының бірі осы биылғы жылдың ең маңызды құжат саналатын жолдауды талқылауға өңірлерден және осы тәуелсіздік сарайында өткен шарадан бірден келіп талқылауға араласқандарыңызға көп-көп рахмет айтамыз. Бүгінгі хабарымыздың соңында айтылатын сөз осы жолдаудың тілімен айтатын болсақ, егер әрбір қазақстандық біздің олимпиадашылар сияқты мақсатына жетуге ұмтылса, Қазақстан жетекші елге айналады. Ендеше осы мәселеге, осы жағдайға үлестеріңізді қосыңыздар дейміз. Назарларыңыз әрдайым бізде болсын.